Өмірде кездесетін кейбір адамдар бізге кері әсерін тигізуі мүмкін. Олардың негативті энергиясы біздің мақсаттарымызға жетуімізге кедергі келтіріп, өзімізге деген сенімімізді төмендетуі мүмкін. Сондықтан, өзіңізді қорғау үшін және өмірлік бағытыңыздан ауытқымау үшін мына 5 типтегі адамдардан сақ болыңыз. Бірінші, өсекшілер. Бұл адамдар басқалардың өмірі туралы ғайбат сөйлеуді жақсы көреді. Олар сіздің де артыңыздан өсек айтуы мүмкін. Өсекшілермен араласу уақытыңызды босқа өткізіп, негативті энергияға толып қалуыңыз мүмкін. Екінші, манипуляторлар. Манипуляторлар сізді өз мақсаттарына пайдалану үшін сіздің сезімдеріңізбен ойнайды. Олар сізге жағымпазданып, кейін сізден бір нәрсе талап етуі мүмкін. Өз шекараларыңызды қорғап, манипуляцияға жол бермеңіз. Үшінші, уәдесінде тұрмайтын адамдар. Бұл адамдар сізге уәде беріп, оны орындамайды. Олар сіздің уақытыңыз бен сеніміңізді құрметтемейді. Уәдесінде тұрмайтындармен араласу сізді көңіліңізді қалдырып, мақсаттарыңызға жетуге кедергі келтіруі мүмкін. Төртінші, күншілдер. Күншілдер сіздің жетістіктеріңізге қуанбайды. Олар сіздің өсуіңізді көре алмай, сізді төмендетуге тырысуы мүмкін. Бесінші, энергия вампирлері. Бұл адамдар сіздің энергияңызды сорып алады. Олармен араласқаннан кейін сіз шаршап, әлсіреп қалуыңыз мүмкін. Өзіңіздің энергияңызды қорғап, энергия вампирлерінен алшақ болыңыз. Сіздің өсуіңізге және дамуыңызға көмектесетін, сізді қолдайтын және шабыттандыратын адамдармен қарым-қатынас жасаңыз. Өмірге көңілі толмай, үнемі шағымданатын адамдар олардан асқан қауіпті. Олар айналасындағыларға кері әсерін тигізіп, өздеріне де, басқаларға да зиян келтіруі әбден мүмкін. Міне, неліктен олар қауіпті? Ендеше тыңдай отырыңыз. Негативті энергияны көп таратады. Шағымшыл адамдар негативті энергияны айналасына таратып қана қоймай, олардың сөздері мен әрекеттері басқалардың көңіл күйін түсіріп, өмірге деген құлшынысын жоғалтуына әкелуі мүмкін. Бұл әсіресе эмоционалды тұрғыдан сезімтал адамдар үшін қауіпті. Өзін өзі ақтау мен жауапкершіліктен қашу, шағымдану көбінесе мәселені шешудің орнына өзін ақтаудың бір түрі. Үнемі шағымданатын адамдар өз өмірлері үшін жауапкершілікті өз мойнына алмай, басқаларды немесе жағдайларды кінәлауға бейім. Бұл олардың өсуіне кедергі келтіреді. Қарым-қатынасты бұзушылар. Ешкім үнемі шағымданатын адаммен араласуды ұнатпайды. Бұл қарым-қатынастың нашарлауына, тіпті үзілуіне әкелуі мүмкін. Достары мен отбасы мүшелері шағымшыл адамнан алшақтауы мүмкін. Денсаулыққа кері әсері де бар. Зерттеулер көрсеткендей, хроникалық шағымдану стрестің жоғары деңгейінен байланысты. Сонымен қатар, теріс ойлар, эмоциялар, жүрек қан тамырлары ауруларының дамуына ықпал етуі мүмкін. Басқаларға үлгі болу, өкінішке орай, шағымдану жұқпалы. Балалар ата-аналарының үнемі шағымданатынын көрсе, олар да солай әрекет етуі әбден мүмкін. Бұл олардың өмірге деген көзқарасын қалыптастыруы мүмкін. Үнемі шағымданатын адамдар өздеріне және айналасындағыларға кері әсер етеді. Олар негативті энергияны таратып, қарым-қатынасты бұзып, денсаулыққа зиян келтіруі мүмкін. Сондықтан өзіміздің және айналамыздағылардың өмірін жақсарту үшін шағымданудың орнына шешім іздеуге, алғыс айтуға және позитивті ойлауға тырысуымыз керек. Қымбатты менің көрермендерім, видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, лайк басып комментарий қалдыра кетіңіздер. Келесіге дейін аман болайық.